Айзат, қызым, тамағыңды іштің ба, тойдың ба, тағы салайын ба? Рахмет, анашым, тойдың. Анашым, білесің, мен сіз сияқты болғым келеді. Шей ма? Бүгін біз мектепте ана деген тақырыпты өттік. Не өттіңдер ана жайлы? Ана өте мейірімді жан, біз үшін бәріне дайын болады. Біз үшін күндіз түні ұйықтамайды. Ал әке жайлы не өттіңдер? Ештеңе. Қалай ештеңе өттің? Мен ештеңе өткен жоқпын. Ештеңе ұйыққан жоқпыз. Онда вот келесі жолы әке жайлы өтіңдер, жарай ма? Өйткені ол әке, ол да біз үшін еңбек ететін адам, ол да түнімен ұйықтамайды. Ол да мейірімді. Білесің ба, біз ең тәттісін жесінші, осы қыздарым қатарынан қалмасыншы деп, вот қыздарым бар жақсыға лайықты отбасым деп барлығына шыдап жүрген адам, вот сол сенің әкең. Маған әкем ашқан ұнамайды. Сен білесің бе, әкең саған не үшін жасайды? Сен жақсы болсыншы деп сені ойлап отырсың. Ол біз сияқты, қыздар сияқты, ол көз жасын төгіп жыламайды ол. Барлық ішіндегі ызасын, барлық ашуын, барлық қиыншылықты бізден жасырып, ішінде сақтап келе жатыр. Өмірдің барлық сынақтарына, отбасым үшін деп сынбай келе жатқан, барлығына бізге көрсетпей, білдірмей, ішінде сақтап келе жатқан, бұл сенің әкең. Анашым, білесің, мен сіз сияқты болғым келеді. Жаным, өскенге сен берсе, не де жақсы керемет жаным сұрай ма? Ол болашақ жарың ретінде әкең сияқты адамды таңдаса, сол кезде